орнымызда тұрамыз. Бүгінгі сабаққа барлықтарыңызға сәттілік. Барлықтарыңыз әрқайсыңыз жеке өздеріңіздің көршілеріңізге, яғни панталас көршілеріңізге өз ойларыңызбен бүгінгі сабаққа тілектеріңізді айтсаңыздар. Бастай қойыңыздар. Жолдар, мен саған бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Сен ұмытсаңызшы. Бізге жақсы қатыс. Бүгінгі сабақта өте күшті қатысып, және де бүгінгі сабақта 5 ке оқып. Рахмет. Жан? Мұхаммад бүгін зейнен ашылды. Зейнен бүгінгі сабақта саған күш береді. Мағжан, сен бүгінгі сабақты жақсы түсін. Шерхан ең сұрасың. Айта ғой. Бүгінгі сабақта жақсы оқып, сабағында 5 ке оқып. Отырыңыздар. Сабақ өтен, мен сізге айтайын, бүгінгі сабаққа сізге сәттілік, сабаққа белсенді қатысыңыз. Кеттік. Бүгінгі сабақтың тақырыбын сіздерге айтпас бұрын миға шабуыл, өткен сабаққа не істейміз? Қайталау, иә? Өткен сабақты есімізге түсіреміз. Сіздерге сұрақ қоям, бір-бірінде соған жауап берейік. Бірінші сұрақ, элементтердегі горизонтал қатар деген қалай аталады? Әсер аталады? Топтар деген аталады. Отырыңыз. Вертикал қатар ше? Біржан? Периодтар отыра ғой. Үлкен периодтарға жатады? Мағжан? Үлкен периодтарға 4-ші және 7-ші кестедегі элементтер жатады. Отыра ғой. Дұрыс. Қысқа нұсқадағы топтар саны, яғни жалпы топтар саны қанша екен? Кім айтады екен? Елнұр? 8. Соңғы сұрағымыз, периодтық жүйедегі элементтердің көбісі не? Айсұлу айта ғой. Металдар екен. Отырыңыздар. Бұл біздегі өткен сабақтағы тақырыптар бойынша сұрақтар. Барлығыңыз жауап бердіңіздер. Енді бүгінгі тақырып химиялық элементтердің табиғи топтары және олардың қасиеттері. Яғни қасиеттері бойынша не істейміз? Талдаймыз. Оқу мақсаты табиғи топтар түсінігі білу, металдар, сілтілік металдар, галогендер, инертті газдар туралы мысал келтіреміз. Енді кеттік. Бірінші топ сілтілік металдар бізде өте жұмсақ, иілгіш, кейбірі оңай кесілетін, өте белсенді және сумен әрекеттескенде сілті түзетін металдар болып саналады екен. Белсенділік қатары өте жоғары болғандықтан біздегі металдар тобы көбіне сілтілік металдарға ығыстырылады. Енді келесі фтор. Бұл біздегі, яғни 7-ші топтағы элементтер, бұл біздегі галогендер. Яғни галогендеріміз металдық қасиеттері, бейметалдық қасиеттері өте жоғары және белсенділігі төмен, металдық қасиетке қарағанда бейметалдық қасиеті жоғары болғандықтан бұл металдар бізде улы газдар, яғни газды күйінде не істейді екен? Тұз түзетін, қышқыл түзетін металдарға жатады екен. Келесі біздегі инертті газдар, яғни бұл біздегі 8-ші топтағы элементтер инертті газдар өте сирек кездесетін, газ түрінде көбіне кездесетін металдар, яғни 8-ші топтағы неон, мысалы сіздерге таныс емес, иә? Көбіне бізде қолданыста не істейді бұл? Аз кездесетін металдар қатары. Бұл біздегі металдарымыз бойынша, яғни 3 топқа біріктірілген сілтілік металл, галоген және инертті газ туралы түсінігіміз қалыптасуы керек. Кеттік. Енді қысқаша біз топқа бөлініп алсақ, мына жерде өздеріңізге бір қағаз таңдап алсаңыздар. Оң жақ.
істейміз балалар? Толтырамыз, иә? Кестені толтыру, яғни элементтер елсіздерге төрт түрлі және табиғи тобы, күйі, белсенділігі. Табиғи тобы дегеніміз неге жатады балалар? Қай топтан не істейді екен? Орналасқандығы туралы. Күйі дейді. Яғни қандай күйі? Қатты күйде бола ма, газ күйінде бола ма? Яғни агрегаттық күйін сұрап тұр, иә? Үшінші белсенділігі. Яғни белсенділік қатарлары қаншалықты белсенді екенін, әлсіз екенін. Біз не істейміз? Бұны кітаптың көмегімен кестені толтырамыз. Dayısızda mı? Olduğu zaman Oldu ya. Кім болып қалың заттарын стол үстіне қойсын. Кеттік. Енді осы тапсырма бойынша, яғни кестені толтыру кітаптың көмегімен сіздер орындадыңыздар. Енді осы бойынша сіздерге жауаптарын көрсетейін. Яғни элемент калий қай металл екен? Сілтілік металл екен. Күйі қандай екен? Белсенділігі? Енді бұл біздегі сілтілік металл болғаннан кейін
металдық қасиеті өте жоғары, табиғи тобы серпілік металл және күйі қатты. Ал біздегі хлор қандай табиғи топқа жатады екен? Галоген. Күйі газ. Белсенділігі өте жоғары. Дұрыс балалар. Ал аргон бізде қай топта орналасқан? 8-ші топта орналасқан екен. Күйі газ күйінде. Белсенділігі белсенді емес. Яғни белсенділігі өте төмен металлардың қатарында. Феррумшы өтпелі металл дегеніміз біздегі газдық күйінде де кездесетін, яғни галоген күйінде де кездесетін, яғни не істейді? Ауыспалы металлға жатады. Күйі қатты, белсенділігі яғни орташа элементтердің қатарына жатады екен. Бұл біздегі жұптық жұмыстың жауабы. Барлығымызда осындай ма? Жарайсыздар. Ендігі біздегі келесі тапсырма топтық жұмыс. Тақырыпты ашу мақсатында біз топқа бөліндік. Сол топ бойынша сіртілік металдар, галогендер, инертті газдар, яғни бірінші топ сіртілік металдар, екінші топ галогендер, үшінші топ инертті газдар. Осы тақырыптар бойынша, яғни бөлінген топтарыңыз бойынша осы тақырыптарды не істейміз? Ашамыз. Өз ойларыңызбен сіздер үшінші топ, сіздер төртінші топ, екінші топ. Кеттік. Яғни әр топ өздеріне берілген табиғи ұяластар бойынша шағын хабарлама дайындайды дейді. Яғни мысалы, галоген туралы мен не түсіндім, мен қалай осы галоген тобына не қандай элементтің жататынын, белсенділігі қандай екенін, сіртілік металдарға дәл солай. Екінші топтар галоген, я? Сіздерді инертті газ жаза қойыңыздар. Иә, сол жаққа жаза беріңіздер. Иә, топ бойынша жұмыс жасаңыздар. Кімнің қандай ойы бар? Яғни өзінің ұяластары деген, яғни өзінің берілген тақырыбын сіздер қалай ашар едіңіздер? Жоқ, ол жерге мағжан арт жағына осы жаққа өз түсініктеріңіз бойынша түсіндіріп өтсеңіздер. Және бір оқушы сол бойынша басқа топтың оқушыларына түсіндіріп берсе.
Üçüncü top oldu. İkinci top. İkinci top dayım. Birinci top. Birinci top diyor ya. Az kaldı. Оқып дайындалып отырыңыздар. Қазір қорғайсыздар. Сұрақтар қойылады. Birinci top dayısızlar mı? Kettik. Қай топ бірінші қорғайды? Әсет дайысыздар ма? Екінші топ. Кеттік. Галагендер топ. Ол да жетінші топта табылады. Ал оған фтор жатады, хлор жатады, бром жатады, диод жатады. Оның ішінде. Ал галагендер өте улы болып келеді. Содан оларды жабық ыдыстарда сақтайды. Жабық ыдыстарда сақтайды. Галагендер улы металлардың қатарына, яғни оны жабық ыдыстарда, яғни белгілі бір қақпаға жабылатын әйнек трубкаларда сақтауы мүмкін. Енді тағы галагендер ол бізде шіркін әрекет кезінде қышқыл түседі. Мысалы, тұз қышқылын түседі. Содан кейін бізде галагендердің ең ішінде белсендісі фтор болып табылады. Және оны бейметаллардың патшасы деп атайды. бейметаллардың патшасы біздегі фтор екен, иә? Яғни галагендердегі жаңағы сутекпен сүзілген кезде не істейді екен? Тұз түзеді, иә? Жақсы, рахмет. Отырыңыздар. Литий, натрий, калий, литий, бор, цезий, железо және кальций жатады. Бұл металлдар өте белсенді болғандықтан олар керосин немесе машине майында астыққа сақтайды. Және олар ең белсендісі Франция болып табылады. Франция болып табылады, иә? Сіздердегі инертті газдар бойынша. Жақсы. Отырыңыздар. Үшінші топ. Сіздерде инертті газдар. Отырыңыздар. Инертті газдар бізде сегізінші топтағы элементтер жатады. Оларға гелий, неон, аргон деген элементтер жатады. Күші газ, ал көбінесе белсенді емес болып келеді. Және оларға бұл инертті газдарға көбінесе бізде алтын, темір, күміс, мыс деген металлдар жатады. Және бізде инертті газдардағы металлдар элементтер бізде тоқ өткізгіш және жылу өткізгіш болып келеді. Отырыңыздар. Бұл біздегі инертті газдар, яғни газдық күйінде өте белсенді металлдар. Яғни газ күйінде кеңінен таралған. Ал галогендерді түсіндік, металлдарды түсіндік, кеттік. Осы бойынша бұл біздегі топтық жұмыс. Енді жеке жұмыс, яғни біз әрқайсымыз өзіміз бойынша жеке жұмыс атқарайық. Ол үш бөлімнен тұрады. Бірінші функционалдық, яғни сауаттылыққа байланысты мәтін бойынша мен сіздерге тест тапсырмасын үлестіріп
болғанын және де бұған өздеріңізді қалай бағалайсыздар? Мен сіздерге алдын ала осындай попкорн қорапшасын тапсырып бердім, яғни әрқайсыңызда бар. Және оның ішінде попкорнге байланысты стикерлер сақталған. Осы бойынша, егер де тест жұмыстарының жауаптары сіздерде нақтыланып, дұрыс жауап берген жағдайда, соған өздеріңіз не істейсіздер? Попкорнды мына қорапшаға саласыздар. Яғни мен сол попкорн қорапшасындағы попкорнның стикерлеріне байланысты сіздерге бағаны не істеймін? Санына байланысты бағаны қоямын. Бұл біздегі мәтінге байланысты тест жұмыстары өздеріңіз белгілеп, жеке өздеріңіз белгілеп, дұрыс жауабын не істейсіздер? Анықтаймыз. Қазір мен дұрыс жауабын шығарам. Соғанға дейін сіздер өздеріңіз талдаңыздар. Мәтінді толыққанды түсініп оқимыз. Жауап парағына вариант нұсқаларды белгілей берсеңіздер болады. Бірінші сұрақ. Мәтін бойынша табиғи топтардағы ұқсастықтардың негізгі себебі. Мысалы, атом массаларының теңдігінде сыртқы электрон қабатының электрон санында ядро заряды бірдей болуында құнда жазылған электронның ұқсас қасиеттеріне байланысты табиғи таптар біріктірілген. Мысалы, белсенділік қатары металдардың әрекеттесу сыртқы электрон қабатындағы электрон санының бірдей болуынан. Яғни дұрыс. Жеке тапсырма. Яғни өздеріңіз белгілеп, қазір дұрыс жауабы бойынша жауап парағына аты-жөндеріңізді жазып, маған өткізесіздер. Және попкорн қорапшасына өздеріңіздің жазылған дұрыс жауаптарыңызбен сәйкестендіріп попкорн саламыз. Мәтінді асықпай оқимыз. Мәтінге байланысты сұрақтар сіздерге ұсынылып отыр. Сол бойынша сұрақтарды аты-жөндеріңізді жазыңыздар. Аты-жөндеріңізді жазып, сабақ соңында маған өткізесіздер. Сұрақтар қиын ба? Электрон болса, ол яғни бірінші элементі
міндетті газдар химиялық резиденттермен белгіленеді. Атомасы сыртқы қабаты металл болуы. Міндетті газ химиялық резиденттермен белгіленеді. Металл емес, мысалы сыртқы қабаты болуы келеді. Болдыңыздар ма? Болдыңыздар, я? Барлықтарыңыз. Яғни, енді мен қазір осы жеке жұмыстағы тест жұмыстардың жауабын шығарамын. Өздеріңізге белгілеп, дұрыс емес, дұрыс жауаптарыңызды талдап алыңыздар. Яғни, бірінші жауаптың жауабы Б, екіншісі, белгілеп алыңыздар. Аты жөндеріңіз бойынша өткізген кезде мен де тексеремін. Düzey verilmesi, düzeyimizi sırtlı kabatlı toğ, yani inekli gazların toğ kötülüğünün yetimli sırtlı kabatlı toğ. Енді кеттік. Салыстыр және түсіндір. Ол біздегі екінші тапсырма. Яғни екі элементтер сіздерге осы екі элемент бойынша қасиеттерін естиміз, салыстырамыз. Қай периодта орналасқандығы, металдық қасиеті, белсенділігі, маңызы, яғни қай жерде қолданылатын. Мысалы, мына жерде натрий ас тұзында қолданылады. Яғни сіздерге бір сұрақтың жауабын нақты айта аламын. Ас тұзында қолданылатындығы маңызы, ерекшелігі. Натрий мен литийдің салыстырып кесте толтырыңыздар, дәптерлеріңізге толтырыңыздар. Жеке тапсырма ретінде, яғни жауаптармен сәйкес келтіріңіз қазір. Бұл екінші тапсырмада жалпы балл 4 балл, яғни 4 түрлі сіздерге қасиетін беріп тұр. Осы 4 түрлі қасиетін, яғни салыстырған кезде төртеуінде дұрыс тапсаңыздар 4 балл. Егер де мысалы литий мен натрийді салыстырғанда бір ұяшығы қате болған жағдайда салыстыру бізге орындалып тұрған жоқ. Сондықтан бір балыңыз келмейді. Және де 2 балды бірдей, 2 ұяшықты бірдей дұрыс толтырған жағдайда 4 балл не істейді екен, беріледі екен. Енді жаңағы бірінші тапсырманы айта кететін болсам, жалпы өзі 5 сұрақ, 5 сұрақтың 5-еуіне де жауап берсеңіздер 3 балл, 2-еуіне 5 сұрақтың 3-еуіне жауап берсеңіздер 2 балл, және 5 сұрақтың 2-еуіне жауап берсеңіздер 1 балл екен. Жалпы жиыны 5 сұраққа 3 балл беріліп тұр бірінші тапсырмада.
period boyunca ikinci periodda ornalaşkan, natriy üçüncü periodda ornalaşkan, metallık kasiyeti boyunca litiy әлсіз екен. Барлығымызда осындай ма? Натрий күштірек екен. Себебі натрий қай периодта орналасқан? Үшінші периодта орналасқан. Период санына байланысты да не істеп тұр? Қасиеттері жоғары болып тұр. Яғни металлық қасиеті не екен? Жоғары екен. Кеттік. Белсенділігі литийда төмен, натрийда жоғары. Жоғары болуы себебі натрий белсенділігі жағынан реакцияға тең көп түсетін элементтің қатарынан, сондықтан натрийде белсенділік қатары жоғары. Маңызды литий мұнай аккумулятор дейді. Яғни қолданыстағы ерекшелігі болып тұр, иә? Ал натрий міне ас тұзының құрамында не істеп тұр? Кездесіп тұр. Ол біздегі ерекшелігі болып тұр, яғни маңызды. Ас тұзын біздегі, яғни жаңағы натрий бойынша біз жаңа галогендерді өттік қой. Галогендерді металдармен реакцияға түсірген жағдайда тұз түзіледі деген тарау бар, иә? Яғни мына жерде натрийімізді біз не істейміз? Ас тұзымен, яғни галогенмен реакцияға түсіреміз. Мен сіздерге тақтаға реакция теңдеу жазып көрсетейін. Натрий біздегі сілтілік металл. Міне реакцияға түскен кезде мынау бізде тұз, мынау бізде галоген, мынау бізде не? Сілті. Яғни галогендер металдармен реакцияға түскен кезде тұз түзіледі деген тарауды не істеп тұр? Ашып көрсетіп тұр. Енді бізде кеттік. Келесі тапсырма. Вордвол сайты арқылы жүргізілген табиғи биоластар, яғни үш атау бойынша сіздерге табиғи биоластарын анықтау керек. Кеттік. Оған жеке-жеке әркім өзі қол көтеріп жауап береді. Жауап берген балына сұрағына өзі бір балдан алып отырады. Түсінікті ғой? Біздегі сілтілік металдарға жата ма? Кім жауап береді? Айсұлу? Сілтілік металдарға жатпайды, себебі ол сегізінші топқа орналасқан инерттік газдарға. Жарайсыз. Инерттік газдарға жатады. Біздегі неон сілтілік металдарға жата ма, жоқ галогендерге жата ма? Кім жауап береді? Жажар? Ол инертті газ. Инерттік газдарға жатады екен. Біздегі сілтілік металдарға жата ма? Салфотит? Сілтілік металдарға жатады екен. Сегізінші атомша элементтері қандайдар? Инерттік газдарға жатады дейді. Молекуласы бір атомнан тұрады. Кім жауап береді? Қандайдар? Инерттік газ дейді. Молекуласы екі атомнан тұрады. Улы заттар. Жаңа улы заттар деп кім айтты? Дажа? Ой, галогендер. Галогендер. Назира, айта ғой. Инерттік газдарға жата ма? Галогендерге жатады, иә? Сілтілік металдарға жатады. Өзіңіз, әркім өзінің сұрағына жауабының нәтижесін күтіп отырсын, иә? Кеттік. Оттек мен сутек қосылыстарын тізбейді дейді. Галогендерге және Мағжан, айта ғой. Сілтілік металдарға жатады екен. Хлор және әсел галогендер. Керосинде сақталады. Енор сілтілік дейді. Бірінші атомша металдары айта ғой. Галогендер.
деп ойлайсыз ба? Iya. Кетті. Тағы кім ауыстырғысы келеді? Біржан. ана жерде жетінші атошадағы деген ол галгендерге жатады. Жетінші атошада галогендерге Я жатады. ана инерті газдар. Мынау? Ол алып совершенно. Иә. Ал негізі галогендерде керосин сақтамайды ғой, септикте сақталады. Керосинде сақталмайды, сіркілікте сақталады дейді. Ал мынаушы? 17. 17 біздегі қай атомның несі? Элементі? Ол? Енді? Иә, галогендерге жатады. Қайсына ауыстырғымыз керек? Бұл жерде мақи? Иә. Ең астында тұр мақи? Мынау? Иә. Соны мен Мынау галогендерге жатады дейсіздер, иә? Молекуласында бір атомнан тұрады дейді. Оттегі сутегі қосылыстар түзбейді дейді. Біржан, сіз айта сол қойыңызшы. екеуі ауысады. Қайсы? Мынау мен? Иә, сол екеуі. Осы ма? Тағы. Мынаушы? Ол инерттік жоқ. Жоқ, ода сілтелікке жатады. Ол да септикте жатады абай. Қайсыны шатастырып алдым енді онда біз? Бұл жерде біз сол арт жақта сол тұрған инерттік газдар. Мынау? Ал жақсы. Ал енді әркім өзінің жауабын береді, иә? Енді не істейміз? Жауабын тексерейік. Так, бізде молекуласы бір атомнан тұрады, жаңайдар айтқан болатын. Оны инертті газ деп. Инертті газға жатады. Себебі молекуласында бір ақ атомы бар, инертті газдар жатады. Ал енді жаңағы сіздерге бір суретте тұр ғой, ол біздегі сіркілік металдардағы соңғы элементтің біреуі. Яғни сіздерді шатастырып тұр бұл жерде, иә? Сондықтан сіздер не істеп тұрсыздар? Бір-бірімен, бірақ бұл жерде басында сіздерде көп сұрақ дұрыс емес еді. Бірақ ойларыңызды жинақтап, дұрыс шешімге, яғни дұрыс жауабына келдіңіздер. Мысалы, дұрыс жауабын қараңыздар, иә? Бірінші атомша металдарына сіркілік металдарға жатады екен. Керосинде сақталады балалар. Кітапта жаңа сіздер талдаған кезде айтылды ғой. Сіркілік металдарды керосинде сақтайды. Және S1 деген, яғни бірінші топтың элементтерін бір мен өрнектейді. Мына жердегі су мен натрий дегеніміз сразу сіздерге натрий болғаннан кейін естеріңізге түсу керек. Бұл жерде сіркілік металл екендігі. Кеттік. Галогендерге 7-ші атомшасында бейметалдар дейді. Яғни 7-ші топта орналасқан анық қой. Бейметалл екені анық. Онда, значит, бұл бізде галоген. Және хлор мен сутек түсіліп тұр. Мына жерде хлор және сутек. Нәтижесінде не түзіліп тұр? Тұз түзіліп тұр. Тұз түзілгеннен кейін бізде бұл галоген. Мына жердегі жаңағы S2N2S5 дегеніміз біздегі бұл галоген. Яғни біздегі соңғы электрон қабатындағы соңғы сандарды не істейміз? Қосамыз. Қосқанның нәтижесінде бізде 7, яғни галогендер тобын шығарып тұр. Молекуласында 2 атомнан тұратын улы заттар. Балалар, бір атом, 2 атом дегенді түсінбей жатырсыздар. 2 атом дегеніміз біз әрқашан хлорды 2 деп жазамыз, иә? Мысалы, хлор 2, хлор 2, яғни 2 атомды хлор, 2 атомды галогендер тобы болып саналады. Енді 8-ші топша элементтері біздегі, яғни инертті газдар екені анық. Яғни соңғы электрон қабатының 8 екенін қосып есептеп шығардық. Оттегі мен сутегімен қосылыстар түзбейді дейді. Бізде оттегі мен сутегімен қосылыстар неге түзбейді? Сол сұраққа маған кім жауап бере алады? Себебі олар не еді? Оттегімен сутегімен қосылыстар түзбейді дейді. Себебі олар айта ғой, бір жан айта қойшы. Сутек қолмен ұстай алмаймыз, бірақ оны іше аламыз. Ал оны және көре аламыз. Ал оттекті біз тек жұта аламыз, бірақ көріп ұстай аламыз. Иә, соған да байланысты. Енді тағы бір 8-ші топтың элементінің тағы бір ерекшелігін сіздер жаңа жазып өттіңіздер ғой. Қайсысы деп ойлайсыздар? Айта ғой. Олар ауа өткізбей ме?
сіңтілік металдар дедік. Екінші топтың металдары галогендер дедік, яғни тұз түзетіндер, иә? Нәтижесінде тұз түседі. Ал 8-ші топтың металдары газдар. Газ бізде не істейді? Сутегі мен оттегімен қосылыстар түспейді, балалар. Яғни реакцияға түспейді. Себебі ол газ. Иә, газ күйде кездеседі. Мысалы, H және хлормен реакцияға түсіп, H хлор түзіледі деп айтып тұрмыз ғой. Бұл жердегі хлор жеке өзі де газ, улы газ ретінде кездесуі мүмкін, бірақ реакцияға не істеп тұр? Түсіп тұр. Яғни бізде сутекпен реакцияға түсіп, тұз түзіп тұр. Ал біздегі жаңағы инертті газдар, соңғы 8-ші топтағы элементтер бізде ешқашан оттегі, сутегі қосылыстарын түзбейді екен. Есімізде сақтаймыз ба, балалар? Жақсы. Бүгінгі